Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге дәруменге бай, пайдалы винегрет салатын бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бірнеше ингредиенттер қажет. Ең алдымен бұршақ, ашытылған қырыққабат және де қайнатылған сәбіз, картоп, қызылша, сонымен қатар тұздалған қияр мен қызыл пияз қажет болады. Осы ингредиенттерді пайдалана отырып салатымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен тұздалған қиярымызды видеодағыдай бірнеше ұзын тіліктерге бөліп, одан соң осылай бірнеше тіліктерге кесіп, кубиктап турап шығатын боламыз. Сәбізді, картопты, қызылшаны алдын ала қайнатып, жақсылап суытып алу қажет болады. Барлығы суыған соң қабығын аршып, салатымызды жасай береміз. Қиярымыздың барлығын осылай кубиктап турап шығамыз. Қиярды турап болған соң ыдысымызға салып алып, салаттың басқа да құрамдас бөліктерін дайындайтын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де дәл қиярды тураған секілді осылай ұзынша етіп бөліп алып, одан соң кубиктап турайтын боламыз. Бұл салат өте оңай жасалады, күнделікті жасасаңыздар болады. Күз мезгілінде өте дәруменге бай салат түрі. Сәбізіміздің барлығын осылай кубик етіп турап дайындап алған соң ыдысымызға саламыз. Сіздерге бір пайдалы ақпарат айта кетейін. Картоп, сәбіз, қызылшаның бәрін салып қайнатып жатқан кезде бізде ең алдымен картоп, одан соң сәбіз піскеннен кейін сүзіп аламыз. Ал қызылша ұзақ қайнайтындықтан оны тез пісіріп алу үшін ас қасықтың ұшымен ғана, сәл ғана ас содасын салсаңыздар, қызылшамыз тез арада пісіп шығатын болады. Сәбізімізді турап болған соң келесі кезекте картопымызды тураймыз. Картопты да видеодағыдай бірнеше тіліктерге бөліп, одан соң кубиктап осылай турап шығатын боламыз. Барлығын жақсылап қайнатып аламыз және де қайнату кезінде бірден тұз салсаңыздар болады. Сонда қабықтары жақсы тез ашылатын болады. Картопымызды турап болып ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте қызылшамызды турайтын боламыз. Қызылшаны да басқалары секілді осылай турап, бірнеше бөліктерге бөліп, кубик етіп турайтын боламыз. Қызылша денсаулыққа өте пайдалы, қанды қоюлатуға, анемияға өте жақсы көмектеседі. Сондықтан қызылшамен неше түрлі салат жасап жесеңіздер, денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Менің YouTube каналымнан қызылшамен жасалған бірнеше салат түрлерін көре аласыздар. Қызылшамыздың барлығын кубиктап турап, оны да ыдысымызға саламыз. Қайнатылған көкөністеріміздің барлығын осылай турап шыққаннан кейін келесі кезекте консервіленген бұршағымызды саламыз. Одан соң ашытылған қырыққабат, яғни квашеный капустаны да салып аламыз. Келесі кезекте қызыл пиязды алып, қабығын тазартып, жақсылап жуып, ортасынан бөліп, жіңішке етіп турап шығамыз. Пиязды қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, өз талғамдарыңызға қарай. Пиязды мен қостым, себебі өте ерекше дәм беріп тұрады. Пиязымызды салып алып, енді араластыруға кірісеміз. Араластырмас бұрын өте қатты ысытылған сұйық майды немесе оливковое масло қоссаңыздар болады. Майымызды құйған соң салатымызды жақсылап араластырып шығу қажет. Салатымызды жақсылап араластырып, үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көп мөлшерде салып керек емес, себебі бізде ашытылған қырыққабат және де горошектің тұзы бар, сондықтан көп тұз салып қажет емес. Барлығын жақсылап араластырған соң 10-15 минуттан кейін салатымызды ыдысымызға салып жей беруімізге болады. Салатым өте дәмді шықты. Міндетті түрде сіздер үй жағдайында жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз барлықтарыңызға дәмді болсын.